Уәжін айтуға кетті халық. Себебі бәрі жұмысынан айырылып отыр, бәрі жылда алып отқан дивидендінен айырылып отыр, сондықтан келіп отыр. Ол қарсылық емес, бұл соттың әділ болсын деп шешім күтіп отыр халық. Себебі біз ол кісіге онлайн жиынында болғанбызда, онлайнда бәрі әділдік болады деп айтты. Аудан соты папамды, әкемді мен баласы болам. Және де осы кісілердің көбісінің бастығы, туысы, ағайыны соның бәрін қаралап жатыр, интернетке салып жатыр, нандай шешім қабылдадым деп. Негізі заңсыз, ол ақша қайтарылған мемлекетке. Сондықтан мен есептеймін, халықтың алдында бірінші түсіндіріп айтсын, себебі 100 адамдай жұмысынан айырылып отыр. Бұл осы жағдайға байланысты. Алмастар ма? Өзім таныстырып өтейін мен. Түркістан облысы. Алыстан ара-аралық ашып тұрыңыздар, өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой қазіргі ахуалды. Түркістан облысы сотының төрағасының міндетін атқарушы Сұлтанов Айдос Еділбекұлы. Бізге Сармановты босатып беріңіздер. Біз мынаншама халық не үшін отырмыз? Міне жұмыс. Тыңдаңыздар, тоқтаңыздар. Неге 68 жастағы кәсіпкер ешкімге зиян тимейтін? Сот кезінде нақ қамауда отыру керек. Сот кезінде хотя бы жүруге болады ғой үйіне. Под домашний арест деген бар, под залог бар. Бәрін отказ беріп жерді. Не үшін 68 жастағы адам жату керек? Сол вопрос. Ол үкімін шығарған кезде үкімінде талап етеміз заңды шығаруын. Себебі Сайрам ауданының соты үкімді заңсыз шығарған мәлім болып тұр. Қайнарбұлақ округінен Сайрам ауданынан Қали Сармановтың жағдайын білейік деп, осынша адам жинап, тағы да бар, оның бәрі керегі жоқ деп, шама шаттыққа қарап әкелдік. Сармановтың үстінен оппозициялар жазған Сайрам ауданының соты Дүйсебеков қаралды. Ең ақырағында ол адамдардың ана сыртынан оппозициялар қол қойып, адамдар бармай полициямен күштеп апарды. Ол кейбіреулер ошы бармай қойды. Мен қол қойған жоқпын деп. Соған қарамастан 500 адам, 600 айтпайын, 500 адам сол фирмадан не алады жаңағы бидай, дивиденд алады. Оны заңды болғаннан кейін біз өзімізге сенім болып келіп отырмыз. Ештеңе жоқ. Мына бір 60 миллион ілді, оны қайтарып қойғанбыз. Өкіметке қайтарып қойғанбыз. Оны қайтарамыз ба сонда? Мақұл қайтарайық. Бірақ енді кімге қайтарамыз? Мен сіздерді қабылдайын. Айдеке, Үлкен залда қабылдайын. Барлықтарыңыз қойған сұрақтарыңыздың бәрін жазып алайын сол жерде. облыс сотының төрағасына Миятбеков Тұрысбек Ерболғановичқа хат жазып келген едік, арыз. Жақын міне далада қазір мен өзін оқып түсіндіріп кетейін, сосын қабылдап алсаңыз. Сосын мынау бір 91 адам қол қойды, өзіңіз көргендей далада тұрған кісілер қол қойды. Осында басталды қол жинау. Заявление на незаконные действия председателя Сайрамского районного суда Дюсебекова К. Обратиться на ваше имя нас вынудило незаконное действие, выраженное в вынесении необоснованного и незаконного приговора. А этих лжепайщиков всех до единого допускают на процесс, для них отдельное внимание. Судья даже Сарманову Хали и его адвокатам и другим лицам не дал выступить в прении и не дал Сарманову последнее слово. Не знающий судья правил и порядка ведения процесса, как он может рассматривать уголовные дела? Не может отличить ЕРДР от КУИ, не знает порядок регистрации и ведения досудебных процедур. Мы в этом убедились и каждый раз убеждаемся, что сайрамский судья некомпетентен. Ни единого факта регистрации уголовного дела, который соответствует УПК. Всех лжепайщиков и лжезаявителей сотрудники полиции собрали после того, как закрыли Сарманова Хали Сатбалдиевича. Его арестовали 1 октября, а заявление собрали 17 октября, 17 по 21. Когда его арестовывали, ни одного заявителя не было. Без заявителя его арестовали, без вывода аудита его арестовали. Для начала закрывают человека, потом собирают заявление в отношении этого человека. Этих заявителей признают потерпевшими, рапорта нету. КУИ не проводит регистрацию, ущерб не устанавливает. И таким образом судья дает заключение, что именно это действие является обоснованным. Бір қағазға қол қойып кетіңізші деп шақырып алып, сөйтіп опыр-топырмен әкетіп қалды. По гражданскому этому иску по этому делу 3 раза рассматривалось. Областной экономический суд не увидел никаких нарушений. Оправдал.
500 адам дивиденд үй. Жаңағылардың жаңағы оппозициялар 100-120 адам бидай алып отқан басын айландырып, сендерге $5.000 береміз, бізге өтіңдер деп, жаңағы 100 адам, 120 адам бидайсыз қалды былтырдан бері ала алмай. Халық ашынып отыр, мысалы үшін. Ашынған халық көтеріліс керек болса, онда айтыңыздар. Барлығы банкротқа ұстап отса, қаншама бала шағасын бағып отқан адам бар. Бізге, құрметті судья, бізге бастығымызды шығарып беріңіздер. 68-69 адамды қамап қойды, не құдай өтсін сонша? Қақы кетеді осыл. Сонша техникасы бар, сонша зданиялар бар. Ол қашан десе де қашанбайды. Сол інімді босатып жіберуіңе сұранамын. Ешқандай жаманшылық жоқ жігіт еді. Әрдайым жақсылық қылып, әр жерде қолғабыс қылып, болмай жатқан тірліктерді болдырып, істемей жатқан жерлерді істеп, жәрдем беріп жүрген үлкен жігіттің бірі. Бүкіл сот процесс жүрісінде Сайрам ауданы сотының төрағасы Дүйсебеков өзі Қайнар Астықты жалғыз жәбірленуші ғып тағайындаған тұғын. Соңғы сот процесінде Қали Сатуалдиевич Қайнар Астықтың төрағасы есебінде өзін жәбірленушіден алып тастап, айып тағылмайтын, өзіне Сарманов Қали Сатуалдиевичке айып тағылмайтын жөнінде арызын өтінген. Барша егов документтерін өткізген. Соттың шешіміне қарсымыз, талап етеміз. Сарманов Қалиді босатуды халықтың атынан. Мен өзімнің атынан толық уәждеріңізге тексеріп, баға берем деп сөз бере аламын. Бірақ ол үкімді күшінде қалдырамыз ба, бұзамыз ба, сол кезде шешілетін нәрсе.